Короче, осы видеода менің даусым біресе жуан, біресе жіңішке болып қала берді. Өйткені мына наушник бүтін болып тұр. Ана сөйлеп отқан кезде мен бүйтіп ашық сөйлеп жатырмын да, ол шамалы дыбысты бәсеңдетіп қойып жіберген. Сондықтан сол ескертейін деп едім. Әрі қарай видеоны қарай беріңіздер. Хей, барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Жандос KZ. Қалайсыңдар достар? Короче, достар, бүгін біз Майнкрафттан выживанияны жалғастыратын болатын боламыз. Бұл уже екінші бөлім. Бүгін біз саяхатқа шығатын боламыз достар. Ал дайын болсақ, біз кеттік. Короче, достар, міне біз видеоға оралдық. Короче, бүгін біз саяхатқа шығатын боламыз. Иә, достар, қателескен жоқсыздар саяхатқа. Бірақ ол үшін бізге заттарды дайындап алу керек. Өлсек бүкіл заттарымыз кетіп қалады енді достар. Бірінші біз ағаш жинап келейік. Ағаш жинап келген соң жалғастырамыз. Короче, достар, мен 24 кәдімгі дуб және 12 қайың дубын алдым. Енді оның барлығын кәдімгідей дубқа айналдырамыз. Дубовый дубке айналдырамыз. Почти 300 так шықты, оның өзі. Так, енді бізге сандық жасауға, сандық. Так, сандық, бір сандық, екі сандық жасайық. Сандық болды. Заттар сапсыз керек заттарды. Жаңа криппер жар жүрген болады. Так, көп жерлер заттар алып толып кетті инвентар. Так, менде тамақ жетеді екен. Бірақ оларды пісіріп алу керек. Кеше айтпақшы достар, біз шахтаға барып келіп, ойбай, тас дедік, бірақ одан тас дедік, тас таптық. Біз босқа әуре болып жүрміз, андайында шахтаға дегендей. Неге бара салу керек еді жаңағы? Тауға да, мысалы, көмей қалыппын. Так, осыған. Так. Бізге обязательно тамақ керек. Бүгін мен ауыл іздеймін, анау-мынау болады шығар достар. Енді саяхат болған соң ауыл тауып аламыз сондай. Так. Арбалет, бізге железо керек. Бүгін достар екі видео шығады, қатар екі видео шығады. Именно сіздерге екі видео шығарып отырмын. Достар, менің еңбегімді бағалап лайк басып, және менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Өткені мен монтаждау үшін қаншама сағатымды кетіремін, сол еңбегімді бағалап кетіңіздерші. Так, достар, міне біз енді керекті заттарды бүйтіп қойып қоямыз. Тамақ, дуб, осындай. Палка қазірше керек емес. Оның орнына дуб қойып болды. Саяхатымызға дайынбыз. Ал, кеттік па? Бастайық. Қызықты жеріне келген кезде жалғастырармын. Так, достар, мен әлі дым таппадым. Теңізде жүрім. Жаңа өлуге қалдым достар, заттан кетіп қалатын еді, но шығып үлгердім. Так. Бүгін біз мұхиттың астында саяхаттаймыз достар. Басқа жерлерде емес, мұхиттың астында енді. Жаңа версияларында көп нәрсе қосты мұхиттың астына. Данждар, кемелер, сондықтан мен бұл 9 болғандықтан соны зерттеймін деп мұхитта жүрмін. Так, осы сияқты дельфин болу керек. Так, достар, осылай жүрген кезде
Дельфинді кездестірсеңіздер, ол сіздерге скорость береді, 1080-мен жүресіздер. Яқты дельфин жоқ шығар. Так, достар, видеоны созбау үшін мен ұстап қойғанын қызық жеріне кездесеміз. Короче, достарынан қараңыздар. Мынандай портал таптым. Бүгінгі видеоға тандық золотой зачарованный броня және де железный кусочекті кремень жазикалық жасауға часы. Так, обсидианды ала алмаймыз, өкінішті, бірақ бұл заттар керек болады. Мә тапқаныма қуанып тұрмын. Достар ше, ой, әлде қуанып тұрған жоқпын. Түн батып жатыр, ал мен үйімнің қаяқта екенін білмеймін. Өлсем заттарым кетіп қалады. Не істеймін, солай ма? Мен тағыда қызықты нәрсе тапқанда жалғастырамын. Короче, достар, мен мынандай мұхит таптым. Жай ғана өзен болып, мынау мұхит енді. Мұхиттың астына саяхатқа кеттік. Бүйтіп жүрсем солай. Үш түсі болады. Бүйтіп ауа жетеді сонда. Удочкамен тұрмын. Мә. Тез, ауа жетпейді қазір. Мә. Ойбай, шық. Ойбай, достар. Құрыдық. Біттік. Ей, жоқ. Мен бе. Так, қазір қызық жеріне келген кезде жалғас. Короче, достар. Жағымсыз хабар. Учебниктен. Міне. Себебі была убийца учебник. Өліп қалдым, золотой броням кетіп қалды, достар. Жаңа тапқан. Босқа шықтым, саяхатқа барғы босқа. Енді өтті кетті. Енді ана тауларға барып көреміз, достар. Google іздейміз, енді не істейміз. Тауға шыққаннан кейін жалғастырамыз. Короче, достар, мен тауға шығып атсам, мынандай шақты кездестіріп атырмын. Кездестіріп қалдым. Мына жерден түсуге болады. Мына жерде мені 2 зомби күтіп тұр. Осы жерде скелет, қаш. Скелет болсам бізді құлатып жібереді. Апасиян, достар, апасиян. Кешіріңдер. Мен негізінде келмедім. Шошып кеттім ғой, достар, кешіріңіздер. Айқайлағаныма енді шошып кетеді ғой осындай кезде адамдар. Так, достар, жалғастырам тойға. Так, короче, достар, мен таудың басына келдім, міне көріп. Қараңыздар, қандай ел бар екен. Менде заттар жоқ, каменный заттарым да жоқ қой. Басқа бардым, сол саяхатқа барға. Мәссаған, достар, мынаған қараңыздар. Гүлдер жайылып жатыр ғой мына жерде, ой. Гүлдер жайылып жатыр, көк гүл, қызыл гүл. Так. Хоп. Кешіріңіздер айқайлағаныма. Железо болды. Достар, мына жерді жаттап алдым. Қазір ораларым, достар. Короче, достар, мына жерде мені қояндар күтіп алды. Так, достар,
Міне келдік қазір шахтаға. Бірақ жаңағы шахта қайда енді? Міне каменный кликановидан не істеп келдім. Жаңа секіреміз деген жер тауып керек енді. Міне ғой да. Қай жерден құладым? Міне. Так. Ооо, достар, железо. Железо, және де железо. Так, железамызды алып алайық. Так, құлатып алма. Бәрі түсуге болады екен ғой. Мына жерде железо толып тұр екен, достар. Так, тағы да бар ма? Жоқ. Енді уголь алайық. Уголь как раз керек. Факел жасап шахтаға түсуге. Әйтпесе шахтаға түсе алмай жүр, достар. Так, уголь. Енді тамақ пісіруге де керек уголь. Так, төбесінен бүйтіп қазамыз, мына жер ма? Осы жерге. Тағы да бар ма? Болды ма? Бірақ уголь. Жарайды, осының өзі де жақсы. Деп атқанымна кешіріңіздер, достар, сіздерге не қорқ бүйтіп деген кезде не шошып кетемін анда-санда. Әсіресе осы Майнкрафтта. Мен тамаққа қарамаппын ғой. Так. Болды, 7 железо бар. Достар, короче, мен енді үйге қайту керек. Қазір секіре салам, сосын өлем. Уж тамақ деп жатыр. Әйтпесе жүгіру қиын. Қазір өлем, сосын заттарым ұшып кетеді. Сол кезде так, мен үй жағын қаяқтадым. Өзім де ұмытып қалдым ғой. Осы жақтағы. Так, енді табудың өз проблема ғой. Міне. Так, осы жерден секірем. Жанынан ат келем. Там. Тезірек барайық. Тез. Опыт. Міне заттарым. Железо. Уголь. Уголь қайда? Уголь қайда? Чо? Я коммент көрейінші. Ой, босқа қарттым бір бөлешінікті. Басқа зат жоқ па не? Углімнен қалып. Мая. Так, уже 13 минутқа созылып кеткен ба? Қазір аяқтайын, достар. Кішкене шыдаңыздар, осыны пісіргеннен кейін. Мен жаңа бекер ағаш тауып шықтым. Бір ағаш жоқ енді менде. Так, достар, онда мен осы жерден видеоны аяқтайын. Сіздерге ұнаса лайк басыңыздар және біздің арнамызға тіркеліңіздер.
Сіздермен бірге болған мен Жаков KZ қош